1 наурызда Риддердің медициналық мекемелерінде кене энцефалитіне қарсы вакцинацияның көктемгі туры басталды. Алдын алу вакцинациясы эпидемиологиялық кезеңнің соңына дейін, яғни сәуірдің аяғына дейін жалғасады. 18 жастан асқан қала тұрғындары бұл екпені салдырта алады. Для нашей территории становится актуальный эпидемиологический сезон по клещевой. Біздің аумақта кене энцефалиті бойынша эпидемиологиялық кезең өзекті болып кетті. Өйткені бұл кезеңде нақ біздің өңірімізде кене энцефалиті ауруы кездеседі. 2022 жылдың эпидемиологиялық кезеңінде кене энцефалитінің бір оқиғасы тіркелді. 16 жасар жасөспірім Громатушинская шатқалында қыдыруға шыққан. Сол уақытта кене шаққан. Алайда 3 күннің ішінде ол медициналық көмекке жүгінбеген. Тек аурудың клиникалық белгілері пайда болғанда ғана емдеу мекемесіне жүгінген. Қуанышқа орай ол емделіп шықты, бірақ невропатологтың диспансерлік есебіне қойылды. Кене энцефалиті орталық жүйесіне зиян келтіреді. Вирустық ауру, ұзақ уақыт неврологиялық асқынулар сақталуы мүмкін. Бұлшықет атрофиясы мысалы. Сондықтан алдын алу шараларын сақтау керек. Алдын алу шараларының бірі ол вакцинация. Екпе қалада 13 жыл бойында салынып келеді. Еңбек ететін тұрғындардың 95% екпе салдырған, жұмыс істемейтіндер 50%. 1 наурыздан бастап емдеу мекемелері вакцинацияның көктемгі туры бойынша жұмысын бастады. Екпе мемлекеттік бюджет есебінен тегін салынады. 18 жастан бастап салынады. Балаларға екпені салмайды. Вакцина ресейлік өндірістен шыққан. 2 рет кезеңмен қойылады. 1 жылдан соң ревакцинация. Иммундық қорғауы 3 жылға деп есептеледі. Вакцина бірінші кезекте қауіпті кәсіби контингентке арналады. Ормандарда еңбек ететіндерге әсіресе. Ал басқа тұрғындар екпені салдыруға жүгіне алады. Кеңестік диагностикалық орталығында, қала емханасында, 7 және 4 аудандарда, өндірістік кәсіпорындарда, өндірістік алаңшаларда және амбулаториялық орталықта. Кез келген уақытта жүгінуге болады. Учаскелік дәрігер тексереді, медициналық қарсы көрсетілімдер болмаса, екпе салдырта алуға болады. Вакцинация қалада өз тиімділігін көрсетті. Мәселен, 2004 жылы 11 оқиға болса, 2021-22 жылдары бір оқиғадан тіркелді. Вакцинацияның нәтижесі бар. 2022 жылдың кезеңінде 704 кене шаққан оқиғасы тіркелді, ал 2021 жылы 644 оқиға болды. Адамдар көмекке жүгінеді. Иммуноглобулин бар. Енді кене мерзімі басталды, күн жылына басталды. Наурыздың соңы, сәуірдің басында кене шыққан оқиғалар тіркелуі мүмкін. Кене шыққан жағдайда иммуноглобулин алуға медициналық көмекке 3 күннің ішінде жүгіну керектігін тағы да естеріңізге саламын. Вакцинация алдын ала жасалса, иммуноглобулин кене шаққанда алынады. Дер кезінде жұмыс күні емханаға, демалыс және мереке күндері болса Риддерлік қалалық ауруханаға стационарына жүгінуге болады. 21 күн медициналық бақылау белгіленеді. Созылмалы аурулары бар қарияларға, қалаға енді келген бұл аурудың ерекшелігін білмейтіндерге және орманға жиі баратын адамдарға екпе алуға кеңес беремін.